Қадірлі оқырмандарым, ғибратты оқиғалар кітабының желісі бойынша тірілген өлік тақырыпшасы. Мұса алейхиссаламның заманында Бәни Исраил қауымынан бір жігіт өзінен басқа мұрагері болмаса да, малына ашкөздік етіп, бай болған әкесінің ағасын өлтіреді. Өлігін жасырын барып көрші ауылға тастап кетеді. Ертеңіне байдың ауылдастары Мұса алейхиссаламға барып, байды көрші ауылдықтар өлтіргенін айтады. Олар өлтірмегенін айтқанда, Хақ тағала бір сиыр сойып, бір бөлшегімен мәйітті ұрса, өлі тіріліп, кім өлтіргендігін айтатындығын Мұса алейхиссаламға білдірді. Халық Хазіреті Мұсадан сойылған сиырдың қандай сипатта болу керектігін сұрайды. Ол білдіреді: құны 3 алтын болғанымен, айтылған сипаттар тек бір ғана сиырда болғаны үшін терісі толған алтын беріп, бұл сиырды сатып алып сояды. Сойылған сиырдың бір бөлшегімен өліні ұрғанда, өлі тіріліп, мені өлтірген бауырымның баласы деп айтып қайтадан өледі. Адамдар өлтірген жігітті ұстап өлтіреді. Осылай екі ауыл арасындағы жанжал тоқтайды. Бұл оқиға Құран кәрімде Бақара сүресінің 67-73 аяттарында білдірілген. Соңғы аяттың жалғасында: міне Аллах өлілерден осылай тірілтеді, ойланып шындықты түсінулерің үшін сендерге көрсетеді, деп бұйырылған. Перғауындар дәуірінде Мысырда сиыр киелі деп саналған жануар еді. Қазіргі Үндістандағы сияқты олар да сиырға табынатын. Аллахтан басқа нәрселерге табынуға болмайтынын көрсету және осындай қате сенімдерді жою мақсатымен Бәни Исраил қауымына осы мұғжиза көрсетілген. Құрметті оқырмандарым, келесі Аюб алейхиссаламның сабыры атты тақырыбын ұсынамын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.